Сәлем достар, мен сіздермен бүгін Орео пирогының рецептімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма жазылып және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тестін дайындаймыз. Ол үшін сары майымызға шекерімізді салып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын, шекер, крахмал, какао, разрыхлитель, оның барлығын салып, осындай жұмсақ қамыр шығарамыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін бөліп, морозильникке салып қоямыз. Бетіне керек болады. Қалған бөлігін формамызға орналастырамыз. Одан кейін творог, шекер, жұмыртқа, қаймақ салмасына барлығын салып, одан кейін Орео пирогын печеньесін үгітіп, үстінен саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Орналастырған қамырымыздың үстіне начинкасын құямыз. Және де морозильникке салып қойған қалған қамырды шығарып, бетіне теркадан өткізіп, қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Менің видеом ұнаса, міндетті түрде бағалап кетіңіздер. Рахмет көп.